Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТV. Бүгін біз ешқандай пешсіз, пісірусіз жасалатын өте оңай, дәмді, тәтті әзірлейтін боламыз. Жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Барлық қажетті заттарды видеоның астында описание бөліміне және видеоның соңына жазып қалтыратын боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ең алдымен печеньелерді кейбірін өте ұсақ, ал кейбірін кесектеу күйінде қалтырып үгітіп аламыз. Кез келген печеньені алсаңыз болады, менде топленое молоко. Қалауыңыз бойынша мейіз не жаңғақ қоссаңыз болады. 50 грамм, яғни 5 ас қасық қант, 3 ас қасық какао және 250 грамм сүтті араластырып аламыз. Барлығын дұрыстап араластырып алған соң, орташа отқа қоямыз. Отқа қойған соң, міндетті түрде тоқтаусыз араластырып тұрыңыз. Түбі тез жабысып қалуы мүмкін. Қантымыз ери бастағанда түсі өстіп өзгереді. Барлық масса біраз жылыған соң үстінен сары майымызды саламыз. Менде 150 грамм. Майымыз ергенше араластырамыз және бақылап тұрамыз. Менде майым еріді. Байқап тұрсаңыздар, түсі кішкене өзгерді, қоюланды және де ең алғашқы бүлкілдеп қайнаған күтеміз. Міне бетіне бүлкілдеп қайнай бастаған уақытта оттан алып, бірден печеньелерімізге құятын боламыз. Негізі бұл десертті жасауда ешқандай граммдардың қатып қалған ережесі жоқ. Қалай жасасаңыз да нәтижесінде өте дәмді болып шығады. Барлығын дұрыстап араластырып аламыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Таныстарыңызбен бөлісе отырыңыз. Дайын болған массамызды 2 теңдей бөлікке бөліп алдым. Мен қарапайым целлофандарды пайдаландым. Егер қаласаңыз, пергамент қағазын немесе пищевой пленканы пайдалансаңыз болады. Енді әрбір бөлігін домалақтап, нығыздап, арасында бос ауа қалып қалмайтындай етіп, басып, сопақша формаға келтіреміз. Дайындаған тәттіміз формасын сақтау үшін мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Мен тәттілеріміздің сыртына шоколадты глазур жасауды жөн көрдім. Ол үшін шоколад, арахис және өсімдік майын қолдандым. Арахистерімізді үгітіп аламыз. Егерде сізде блендер болмаса, онда оқтаудың көмегімен майдалап алсаңыз болады. Шоколадымызды водяной баняда ертіп аламыз. Үстінен 20 грамм өсімдік майын құямыз. Үгітілген жаңғағымызды да қосып, дұрыстап араластырып аламыз. Мұздатқыштан алған тәттілерім қап-қатты болып қатып қалыпты. Енді алып, сыртынан глазурын құя берсем болады. Қаласаңыздар, біраз жұмсарғанын күтіп, осы қалпында шоколадты құймай жей берсеңіздер болады. Шоколадты глазурымызды жан-жағына бір келге тегіс етіп жауып шығамыз. Жағылған шоколадтарымыз қатқанша тоңазытқышқа, егер асығыс болсаңыз, мұздатқышқа салып қатырып аламыз. Менің жасаған тәттім дайын, дәмі ерекше тіл үйіреді, сондай
тойымды әрі өте оңай жасалады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Арнамыздан басқа да видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Ас болсын.